Мадрид дербиінде Реал Мадрид жеңіске жетті. 2-1 есебімен Атлетиканы қапы қалдырды. Негізі Астананың клубтарының жолы болып жатыр. Ла Лигада Мадрид, Реал Мадрид бірінші орында тұр, АПЛда Арсенал бірінші орында, сосын Бундеслиганың өзінде Унион Берлин командасы, және Франция чемпионатында ПСЖ тек Италия құрып тұр екен, ол жақта Наполи, Лацио сәл осып кетсе, Римнің командасы бірінші орын болатын еді. Осы чемпионаттарда қызықты ойындар болды, тек АПЛ сәл екінші планға кетіп қалды. Дегенмен Ла Лигада біз топ матч көрдік. Содан бастайық. Атлетико Мадрид, Реал Мадрид арасындағы ойынды шоламыз деген дұрыс қой, шолу жасаймыз. Шолу жасаймыз ғой, Шоламыз нормально. Шоламыз деп айта береді ғой. Армысыздар, құрметті көрермендер, соққы және гол 30-шы шығарылым біздің мерейтойлы бағдарламамыз 30 шығарылым міне, және біз уәде еткендей қонақта бүгін Есбол Қарағұл. Есбол, қош келдің. Саған жақтайда Мемфис Депайын тойлау ғой. Ардай дайындап келген ғой, 30 шығарылым. дайындық жақсы екен. Олар кетіп отыр ғой қазір. Ассалаумағалейкум бәріңе. Тағы не дедім? Күтеді амандасың. Ән, би, жоқ па? Ассалаумағалейкум бәріңізге. Ренжімеңдер, енді көп жазып жатсыңдар ютубта, астында соққы және қашан келесіңдер, анау мынау. Енді жол болмай қалды, уақыт болмай қалды, әлім айтып жүрмін. Оған қоса мына жігіттердің ақша жетпей жатты десе. Ол да бар. Гонорар не жол түсіп бүгін келген екен енді. Ассалаумағалейкум бәріңе. Қуаныштымыз, рахмет. Есбол Қарағұл, Сетанды Қазақстан, Q-Sport және Қазспорт телеарналарының комментаторы. Қазір топ деген комментатор Есбол Қарағұл бүгін бізде қонақта. Ла Лига, АПЛ, Бундеслига матчтарын бүгін шоламыз. Мадрид дерби 2-1 есебімен аяқталды. Реал тамаша ойнаған жоқ. Атлетико Мадрид негізі шабуылдады, тырысты, әйтеуір қорғаныста да жақсы ойнады. Дегенмен Реал 2 соққы жасатты, 2-0 есебімен алға шығып, жеңіске жетті дей берсек болады. Кейін соңғы минутта Эрмосо есеп айырмасын қысқартты, бірақ өз қызыл қағаз алып кетті. Сонымен сөзге келіп қалды. Сосын сары қағаз алды. 1 минут өткеннен кейін ойын тәртібін бұзды Айбаланың кезінде. Сол кезде наоборот гол соғу керек еді. Реал Мадрид қақпасына қауіп төндіріп есеп теңестіру керек еді, ал бұл ойын тәртібін бұзып жатты да сары қағаз. Жоқ, негізі Реал емес, бірінші таймда көріп, екінші таймда ойнайтын команда ғой, көріп жүрсіңдер ғой. Челсиге қарсы өткен Лига чемпионы болсын, арнайы бір уақыт бар өзі, 60-шы минут, 70-ші минут, кейде 80-ші минут тұра қарағанда тастаса не. Бірақ ол кезде ұтылып тұрса, бірінші тайм ойдағыдай болмаса, екінші таймда қосылады жігіттер. Ондай Жоқ, өзінің арнайы уақыты бар, сол 60-тан 70-80 сол уақыт аралығында салып тастайды. Мына жақта қосылудың қажет болған жоқ, себебі бірінші тайм өзінде уже жағдай шешіп алды. Атлетико жалпы былай деймін да, былай. Негізі ойында не үшін олай деймін ба, оларда Реал Мадридте характер победителя ғой. Жоқ, ондай емес. Физподготовканың тренері бар ғой, әлемдік деңгейдік физподготовка тренері, сол үшін 60-шы минуттардан кейін қарсыластан мықтырақ болады. Өйткені олар жалпы бабы 90 минут жүгіріп бере алатын ойыншылар барлығы. Өйткені оның өзінің системасы бар негізі. Жазда сборлар болады ғой. Сборды қатты қиынайды. Енді Анчелотти тіпті ротация жасамайтын бапкер ретінде танылады ғой. 14 ойыншымен ойнайтын. Бірақ бұл жолы ротацияға мәжбүр уже. Ротацияға ауысымды күшті табады ғой, Анчелотти. Мысалы, Родриго оңға шыш береді. Джокер сияқты салып кетеді. Винисиус бар, Винисиус шығарады. Оны нәтиже береді деген сияқты. Алмасым жағынан мықтырақ ол. Физподготовка деген биыл ерекше болған екен ғой, сол тренер по физподготовке айтыпты, әлем чемпионатына орай барлығын біз өзгертеміз де, жігіттер осы күзде пикке шығады екен деп формасына. Міне соның шығып жатқан кезі, қазір 8 матч қатарынан жеңіске жеткен еді, бүгін 9-шы рет қатарынан қарсыласын жеңіп отыр. Осын супер. 54 жылдағы ең үздік несі ғой. 60-шы жылдары 11 матч қатарынан ұтқан екен. Ондай нәтиже қайталанбаған кезінде. Ди Стефано. Соның заманда 61-62 жылдары 11 матч қатарынан ұтқан. Клубтар футболы үзіліске кетеді, кезек ұлттық құрамаларда. Біз үшін ұлттар лигасы өте қызық болмақ, себебі Қазақстан Беларуське қарсы өткізеді. Жеңіс керек, міндетті түрде ұтып, топтан бірінші орын алып, плей-оффқа шығуымыз керек. Сондықтан Қазақстанға барынша қолдау білдірейік. 1xBet букмекер компаниясында Қазақстан жеңеді деп бәстіксеңіздер болады. Кейбіреулер айтады, қарсыласқа бәстігіп, сосын Қазақстан ұтылып жатса, есесіне ақша ұтып аламыз деген сияқты. Оның барлығы меніңше бос әңгіме. Біз Қазақстан ұлттық құрама жеңеді деп бәстігейік, сөйтіп
Қазақстанның жеңісін бәріміз бірге тілеп отырсақ дұрыс болады деп сенеміз. Сондықтан төменде көрсетілген сілтеме арқылы өтіңіздер, A1xBet букмекер компаниясында бәс жасаңыздар, соққы промокодын терсеңіздер 200 мың теңгеге дейін бонустық ақша ала аласыздар. Промокод соққы 200 мың теңге, сілтеме барлығы төменде. Гризман жайлы әңгіме айтып жүрген едік қой, тек 28 минутқа шығады, мынау Барселонамен арадағы проблема бар деген сияқты. Сөйтіп Гризман тіпті MU-ге кетіп қалады деген әңгіме қыста ма басталған еді. Содан кейін Гризман бүгін 1 минуттан бастап шықты. Жоу Фелиш екеуі шабуылдады. Совпадение ғой, иә. Совпадение. Бірақ Реал бірінші голды айтып тұр ғой, бірінші атака, бірінші удар, уже гол болды да, Реал қайтадан өзінің андай король клуб чемпиондар лигасында былтыр қалай ойнады, сондай ойнап жүр ғой негізі. Бір атака, бір гол болды да, Родриго есеп ашты. Филиппе мүлт қалды сол жерде. Филиппе топты шығарып жіберу керек еді, бірақ Родригоға Орелин Чуаменидің пасы күшті жетті де, гол кірді, сосын жігіттер биледі. Родриго билеп бастады, Винисиус Жуниор қоштап кетсеңдер, білесіңдер ғой ол әңгімені. Не отыр, не үшін билет деп. В общем, Винисиус Жуниор андай билеп жүр да, бие провокационный андай, құтырып қалған би. Испания агенттер қауымдастығының президенті деген бар бір кісі. Айтты да, типа мынандай биінді Бразилияда берілсін, бұл Европа, сен мынандай маймыл болуды қой деп айтады да. Тәкаппар екен ғой. Расизм ғой. Тәкаппар. И Винисиус Жуниор бұл нәсілшілдіктің нақ белгісі. Бұлай айтуға болмайды деген сияқты. Винисиус Жуниор пока көзін жанып тұрғаннан адамның денесінің түсі маңызды болатын болса, соғыстар бола береді әлемде деп айтты да ол. Сондай расизм болып бас бәлеге қалды. Кеше Родриго гол соқты, биледі, Винисиус Жуниор қасына келді. Ана жақта Кокеде айтқан, егер сендер сөйтіп маймылша билейтін болсаңдар, мен көптерін айырам деген сияқты айтып еді. Ешнәрсе болған жоқ, билеп берді әдемілеп. Сөйтіп бір гол соқты. Екінші голды Винисиустың өзі соғуы мүмкін еді, доп қақпа бағанасына тиіп барып кері қайтты да, Вальверде қақпаға кіргізіп жүрді. Вальверде өте тамаша ойнады. Әдемі ойнап жүр қазір, дриблинг жағынан қосып алыпты негізі. Өткен маусым барған. Өткенде қайсысы кімге өз полиясын алып барады? Өзі оң қапталдан ортаға ойысып барып, 2 матч қатарынан сөйтіп гол соқты. Кешеде дриблинг жасап жүрді ғой. Күшті ойнап жүр. Сосын кім айтты ғой? Карло Анчелотти айтты ғой, Вальверде осы маусымда 10 голдан кем соқса, мен анау тренер деген лицензиямды жыртып лақтырып тастаймын деп ше. Я гарантирую 10 гол соқты. Сон уже 4-еу ма уже соғып тастап. Жыртады дейсің ғой. Болмай жатса, соңында пенальти сен де берсін дейді да, не дейді. Пенальти Вальверде текпес қояды да. Биыл сонда Атлетико Мадрид чемпиондыққа таласуға бір қауқарсыз сияқты ма, саған қалай ойлайсың? Чемпиондыққа вообще шанс жоқ. Барса мен Реалға. На ойында, иә. Симеоне де көбісі айтып отыр ғой, кету керек клубтан деп, Нафтузу ешнәрсе өндіре алмайды деп. Бірақ білмеймін, командаларға қалады, бірақ тіпті чемпиондар лигасы аймағын іліге алмай қалады ау. Бетис бар. Даже төрттікке кірмей қалады деп ойлап отырсың ба? Деп ойлап отырмын, иә. Еуропа лигасында қалып қоюы мүмкін. Көреміз енді. Бірақ дәл қазір осы уақытқа дейін нәтижелерін қарап отырсаң, ничья көп, поражение бар. Бірде көл, бірде шөл, бірде 2-0 сондай болып кетті ғой. Бетис мықты қазір Ла Лигада, Реалмен басын айтпағанда. Кубок тұтты ғой өткен жылы. Кімдер бар? Реал Соседад бар, тоже әдеміге жатыр. Қиын қазір Атлетико. Вильяреалда қосылып кетуі мүмкін ба? Вильяреалда, иә. Вильяреал ұлттық Атлетиканы. Еуропа лигасы аймағында қалады ол команда. Кубоктық команда. Ілінуі де мүмкін Атлетико где-то сол 4-5-тің ортасына жүреді деп ойлаймын. Не 4, не 5. Чемпиондық жайлы айтпай ақ қойса да отырмын. Реалға қатысты бір соңғы ақпарат айта кетейік. Матчқа Бензема қатысқан жоқ, жарақатына байланысты. Сол Селтикке қарсы ойында, жарақат алып қалды да. 31 нәрсе шешімді. Содан бері әлі шыға алмай жатыр. Бірақ Бензема мен дербиде осы бәрібір маған өлсем де шығам деп айтыпты ғой врачтарға. Мен дайынмын болды деп. Сөйтіп әйтеуір дәрігерлер ойбай, алда әлі еще үзіліс бар, күте тұр, бір ойынға шықпай ақ қой, кейін бізге керек боласын деп зорға соны тоқтатыпты да. Иә, Франция ұлттық құрамасына да шақыртылған жоқ қой осы жарақатына байланысты. Айтып қойғандай, егер Атлетикомен шықпаса, Францияға да шақырылмайды деді, уже Францияға шақырылған жоқ. Оларға маңызды емес ол деген нәрсе. Францияларға. Бізге ғана маңызды. Алда Эль Классико бар, сондықтан соған дейін жазылып, әдемілеп, аман-есен болып кетсе дұрыс болатын еді. Қазанның басында уже 1-2 күні уже басталады барлық топ 5 чемпионат. Иә, Реал Мадрид 10-да ма? 1-де ма? 16-сына Эль Классико, 2-сінде Манчестер дерби болады қазанда негізі. Вальвердеден басқа мен Куртуаны ойын атап өтуге болады негізі. Куртуа Атлетико Мадридке қарсы 11-ші матч өткізді деп, біреуінде жеңілмеген ғой. Куртуа Атлетико өзінің бұрынғы командасына ойнаған кезде бір оталып кетеді. Челсиде болсын, Реалда болсын, Атлетикоға қарсы мықты ойнайды. Сондай бір статистикасы бар. Сонымен Реал Мадрид пен Атлетико Мадрид дербиіне жайлап Барселонаның матчына көше берейік.
сол 3-0 кезектегі ойын, кезекті ойын болғанда бір өзгеріс бар. 10 футболшымен қалды. Қызылға 30-шы минуттан, 13-ші минуттан. 15 минут болмай жатып, уже қызыл қағаз алып кетті команданың капитаны Верду, Верду, Гонсало Верду. 14-ші минутта. Гонсало Верду қызыл қағаз алып кетті да. Лайық қызыл қағаз ғой негізі. Ол последний надежда, соңғы үміт болған. Ұстап қалды, тартып қалды. Әйтпесе гол соғайын деп тұрған еді Левандовский. Оны тартып қалды, бірақ ақымақтық қой. Негізі жүрбегі деп атады Левандовский. Құлай салды ана жерде, по идее. Жүрбегі деп атады. Бірақ енді біреу арқанан тартып тұрса құламаған. Конечно, красный береді да, әйтпесе кете берсе гол салады, красный жоқ немесе. Елші тактикасын полностью өзгертіп тастады. Негізі олар үш орталық қорғаушымен ойнамайтын еді. Осы Гонсало деген былтырдан бері алаңға шықпай жүрген, соңғы рет мамыр айында ойнады. Соны әдейі осы Барселонаға қарсы үш орталық қорғаушымен ойнай, қорғанысты мықтырақ етейік деп ойынға бапкер қосып отыр. Бұл қателік болған екен да. Вообще бір-бірімен жігіттер байланыс түзе алмады. Ана 2-1 центральный ойнап үйреніп қалғанда Гонсало оң жақта жүреді да. Қосып қойды бекерден бекерге. Шамалы қиындау болады. И капитан мысалы ол қартайғаннан кейін жарақат емес қой да, қартайғаннан кейін ойыны жүрмей қалғаннан кейін негізі құрамға шықпай жүрді. Міне Барселонаға қарсы алды да оны шығарып қойды. Ол болса подвоить етіп жатыр. Ары қарай уже 11 футболшы, 12 футболшымен Барсаға қарсы. Негізі ана жерде центральный защитниктер Гонсалоны кінә берудің қажеті жоқ. Ортадан өтіп кетті ғой. Пас ортадан өтіп кетті, пас берген сәтте. Не істейді аналар? Сол фол жасамай қою керек еді дегендей. Мысалы, соғылса соғыла берсін деп. По-любому салады ғой Барса деп па? Ол да бар бірақ. Тез өткізіп алудан да қорыққан шығар, бірақ сонда уже 14-ші минутта гол өткізбей ақ қояйық деген сияқты. Просто Барсаға қарсы 11-12 футболшымен ойнау қиын да. Мыналар 10 футболшымен қалып кетті. Барселона сапында Кесие мысалы 3 рет қатарынан қарсыласты бетінен ұрып жатыр. Сол Кесие әлі үйрене салмай жүр негізі Барса. Кесие мүлдем ойнай алмады. Ең әлсіз ойыншы сол болған сияқты. Неше Кесие сынды кеше дейсіз. Әлсіз деп айта алмаймын былай қатты негізі. Бірақ үйрене салмайды. Өткен ойында мүлдем ойын жүрген жоқ жалпы. Нелер бар, отбор бар, бірақ не жоқ. Гави, Педри сияқты былай. Гави мен Педри бөлек қой енді олар. Пастарды шығара алмайды да былай. Обострять етіп ше. Оның басқа планы басқа жалпы оны. Педри доп ұстайды, Гави доп тартып алып шабуыл жасап береді. Кімнің Бускетстің функциясы бар Кеседе, бірақ жасай алмай жүр да. Бускеттің орнына бір дайындатқан бір сын айтатқан шығар может да. Негізі Де Йонгты қою керек ол жаққа. Де Йонг әдемі ойнап жүр негізі. Де Йонгты ма? Бірақ Де Йонгты білесіңдер ғой, өткенде ауысып кетуі мүмкін емес. Челсидің звоногын қайтарып жіберді, Манчестер Юнайтед Тен Хагтың звоногын қайтарып деген сияқты ше. Білмей жүр да, атмосфера дұрыс емес болып тұр. Әйтпесе негізі құрамда жүретін керек. Бускетс, Де Йонг, Педри кімдерді қою керек? Гави үшеуін қою керек. Бускетс кетейін деп жатыр осы жылдың соңында. МЛС-ке кетеді деп жатыр ғой. МЛС кетейін деп жатыр Бускетс. Легенда ғой былай қарап тұрсаң Бускетс ше. Скорость жоқ. Ортадан терять етіп допты, потом бір ойында красный алды даже. Ондай Ла Лигада бұрын болмаған мысалы Бускетс. Сразу 3-4 ойында старттың кезінде красный алу деген ше. Короче, возраст қой. Жас келіп отыр. Бускетс ше жалпы мен ең үздік опорник деп білемін. Хотя бы 2011, 2010 дей берейікші чемпионат мирдан бастайық. 2010-нан бір 2016-ға дейін Бускетс топ-1 опорник болды негізі. Енді Барселонаның любой игрок ол кезде топ-1 еді ғой. Хави, Иньеста, жалпы одан Бускетс жалпы андай ең незаслуженный хейт футболшы дегенше осы Бускетс жатсатым, өйткені анау несі бар ғой, симуляциясы істейтін. Негізі ол негізі симуляция дейтін симуляция емес, ол жерде нағыз жалпы полный матч көрсеңдер, именно сол моментті көрсеңдер, аяғынан бір тіпті жақта Интердің ойыншысы. Болды ондай. Қатты деп бірақ мен болып кетті. Бірақ бір движениямен же бүкіл карьерасы десе Бускетс сол болды. Бускетс емес, жалпы Барселона ойыншылар көбісі сөйтіп айтады ғой, баклаш лақтыратындар ғой, суға берсіндер. Сондай нәрселер. Негізі мойындау керек бар негізі Барселона ойыншыларында. Жоқ, Бускетсте жоқ вот именно. Сен ойынды көрсең, Бускетсті көрмейсің, Бускетсті көрсең ойынның барлығын көресің деген сияқты. Действительно жалпы. 2011-дегідей, 13-дегідей, 15-дегідей Бускетс емес, бірақ қазір жалпы кетіп жатыр, енді жасы салады, по-любому келесі жыл МЛС-ке қосылады, БЛ-дың қатарына. Бірақ қазір енді Барселона ойына қатты не істеп жүр, капитан болғаннан кейін алаңға шығарып жүрген негізі. Бірақ потеря көп болды. Потеря. Осы өткен ойында. Арғы ойында. Терять етіп жатыр, сары қағаз көп алып жүр, красный бар. Үлгере алмайды да, сары қағаз не үшін алды, үлгере алмайды. Пуманың кезінде де болды негізі, Серхио Бускетс. Кетеді деп жүргені біраз болды енді пока. Хави қалды екен ғой. Короче, ортада Гави, Педри, Де Йонг үшеу болу керек қой. Де Йонг па? Кесе алмастырып тұрады Де Йонг. Сен Барса жанкүйерсің өзің. Қалай келесің үшеу ортада үшеу? Де Йонг кететін сияқты енді. Де Йонгтың орнына басқа бір опорник керек сияқты. Дембеле сол матчтың алдында әке атанды ғой. Әйелі дүниеге торсықтай қыз әкелді. Содан кейін не ғой?
сосын Мотивация болды дейсің ба? жоқ, қандай түні бойы ұйықтамады, қуанды, футбол сәл екінші планға кетіп қалды да, бірақ жоқ, именно кімге қарсы ойында Дембеле? осы Эльчеде ма? Эльченің алдында, иә, Эльче де жақсы ойнады. жақсы ойнады. Жақсы ойнады, иә, өзінің Сәл әдеттегідей. ұйқысы қанбаған сияқты болған жоқ па деген. Жоқ, ондай жоқ. Короче, флангпен көп алмасады Рафиня мен Дембелені. Дембелені жиі ауыстырады да, иә. Рафиня себебі негізі Лидсте жүргенде де сондай еді ғой. бірақ сосын Барсаның бір кемшілігі бар. Матч болады, екі жақпен бірдей атака жасамайды да. Бір таймда сол жақ мықты болады, екінші таймда оң жақ мықты болады, немесе керісінше да. Бір жақпен жасай береді да, қапталмен ше. Баяғы Ситидің ойын білесің ғой, жан жақпен не істей береді. Реал Мадридте ортадан кіре береді. Иә. Гвардиола не кім Хавидің командасы не оң жақпен, сол жақпен атака жасай береді да. Екінші таймда ауыстырады. Ол жаман жағы ма или сол может Бір кемшілігі негізі, екі жақпен атака жасаса болады. Статистиканы қарайсың. Мына жақ өсіп тұрады, ортадан аз, мына жақтан аз да. Анау жауып тастауы мүмкін да, ана жақ жүрмей қалуы мүмкін. Сол кезде риск ауыстырады да былай. Не таңғалдырды сенде Барселона Эльче матчында? Қатардағы қарапайым ойын болды ма әлде осындай деп бір нәрсе түртіп алдың ба? Ешқандай да қиын болған жоқ, доминация болды негізі. Тым да қиындық болған жоқ. Таңғалдырғаны сол Франк Кессенің командаға үйрене салмай жүргені. Олай бәрі жақсы. Франк Кессе қызыл қағаз алып кетуі мүмкін еді. Сары қағаз алды ғой енді. Бірақ одан кейін де тоқтамай сол қарсыластың мазасын алғаннан кейін тағы да сары қағаз алып 10-10 ойнауы мүмкін еді. Уже 30-шы минутта 10-10 есеп 0-0 болуы мүмкін еді деген сияқты. 3-0 болып аяқталды. Барселона сенімді жеңіске жетті. Қазір Реал мен Барса екеуі ертең қазанда көреміз ғой, қайсысы жеңеді. Короче, сол чемпиондыққа жақын бар ғой. Ағылшын премьер-лигасында Арсенал бірінші орында, дербиде Брентфордты емін-еркін ұтты. Ол ойында сен жүргіздің, сондықтан бір толық тоқталып кетсең. Брентфорд негізі әдемі басады матчты. Әдемі басады. Краймен көп шабуылдады. Кімде Тони емес, Эмбомада тамаша мүмкіндіктер болды негізі. Пайдалана алған жоқ. Потом сол реализация нашар, контратакамен салып кетті ғой Арсенал. Сонымен не дейді, кураж ұстайды. Кураж ұстап ат жағынан. Доминация арқылы. Артетаның сүйікті сөзі доминатор. Короче, алаңда сол Барса ұқсайды, Элчеге қарсы ойын. Бірақ Элчеде шамалы сопротивление болған жоқ, қарсылас танытқан жоқ. Брентфорд негізі әдемі ойнады. Реализация тоже нашарлау. Барса ұқсайтын себебі Артета енді Пеп Гвардиоланың шәкірті, Хавиде Пепте не көрді? Жоқ, жалпы ойын айтамын да. Барса мен Элченің ойыны. Түбі сол Пеп Гвардиоладан келіп жатыр ғой, сондай стиль болды. Ана несін раздевалкадағы нелерін көрдің ба? Әңгіме айтып отыратындар. Тоже Пеп сияқты. Тоже Пеп сияқты. Харизматика бе. Sit down. Сондай ма? Сондай бір сөздер бар да. Арсенал алыстан тепті ғой. Сосын гол кіріп бүйтіп қарап тұр, кірді ма кірмеді ме деп. Кірді деді да, сосын сәл тоже Салиба сияқты болды. Кірді, перекладывание етті, ішкен. Енді Салибаныкі ана жақта непонятно ғой, потому что короче, голдар түсініксіз болды шамалы. Бірінші гол мысалы ол жақта Салибадан бөлек бәріміз түсінбей қалдық қой. Өтті ма сызықна, өтпеді ма, кейін төрешіге мынау сигнал келді. Ана жақта просто тебе салды да Фаби Вейра и уверен болған жоқ та гол кіретініне ше. Просто тисе таяққа тимесе бұтаққа деген сияқты тебе салды. Сөйтсе гол кіріп кетті да бүйтіп тұрды да кейін қуанды ғой. Бағы жанып жүр ғой Арсеналдың қазір. Не бар? Габриэль Жезус қой өзгерткен негізі Арсеналды. Келісесіз ма сонымен? Шабуыл шебінде ма? Иә, осы голдар көп соғылып жүргенде басты. Жоқ, мысалы Мартинелли де 6 ойында 3 гол соқты осыған дейін. Габриэль Жезус 6 ойында 3 гол соққан. Бар жігіттер ғой Мартинелли әдемі жүр қазір. Ал Жезус келіп шабуыл шебінде. Жақсы предсезонка сияқты Арсеналдың бұндай ойынын көрсетіп жатқан. Мартинелли қазір әдемі формада жүр қазір. Бірақ кеше ойында көрінген жоқ негізі. Оң жақта өйткені Хики деген игрок бар, Шотландияның ше. Әдемі ойнап жүрді, осы тоже. Қанша отбордан оң қапталдағы защиттен отбордан мықтырақ қазір. 5-ші орында тұр. Хики деген игрок бар, Шотландияның сборныйда ойнайтын. Оң қаптал қорғаушысы, короче, өткен сезонда Болоньяда ма ойнағанда. Жауып тастады да кеше Мартинелли мүмкіндік берген жоқ та. Ортада жүрді көбінесе Мартинелли. Сондықтан на фланг дұрыс болған жоқ негізі кеше Мартинеллидің қапталы. Содан ғой көрінбей қалған. Оң қаптал Сакалың позициясы сол жақтан мықты болды да. Екс бір нәрсе айтқың келіп тұрған сияқты. Жа, Арсеналдың бұндай ойыны жалпы толық предсезонка берілгені бапкерге. Микель Артета өзі жинақтай алды. Өзі жинақтады, өзі қалаған ойыншыларын алды. Байқасаңдар, ешқандай менмін деген ойыншы жоқ. Қуып жіберу мүмкін еді ғой негізі, өйткені осында қуып жіберу мүмкін еді ғой. Просто Артета әдемі бастап отыр. Арсеналда жастар ойнап жатыр ғой бәрі. Кеше шықты ғой дебютанттар. 15 жастағы бала шығып жатыр мысалы. Нкванер ме еді, кім еді? Бірақ 15-тегі вообще ұқсамайды ғой. Сақалмен. 3 игрок па, сондай болды, 4 игрок па болды дебют жасау. Негізі бір әйелі бар ол деймін. Бір-екі баласы. Нкванер. Негізі сәл заряженный игрок. Паспортын істеп алған сияқты, өйткені бүйтеді қара, паспорт істету үшін же. Африканецтер демалар ма? Иә, бүйтесің, короче. Паспорт ксерокстен өткізесің, штрихтайсың да, жазасың. Мысалы 2005-те 2007 деп ауыстырасың да. Жаңа штрихтаған жерге. Қайтып сол штрихтаған нені қайтып ксерокопиядан өткізесің, короче. И қайта ана ксерокопиясын өткізесің міне деп. Бұрында біз Кока-Кола сөйтетін едік. Саған Жаслан Деханов үйреткен ба? Қалай істеу керек екенін? Кім ол? В общем, Жаслан деген кім? Жаслан Деханов деген білесіңдер ме не? Жасұр Нарзиқұлов деген ше.
жа бұрында сөйтеді ғой бәрі штрихтайды жазады кісер Болгар допта ма? иә Енді бұл жақта енді АПЛ ғой шлисинг сияқты болмайтын шығар. Сонымен жастар ойнайды ғой, мен басқа нәрсе сұрайын деп жатқан едім да. Жастар ойнайды. Кім қазір Арсеналдың басты символы? Бұрын мысалы Обамянг еді басты ойыншылардан ба? Иә, Ляказет еді. Қазір Жезус па сонда? басты символы Команда ғой, команда, иә. Команда. Микель Артета ма? Команда жалпы. У них есть Холланд, у них есть Бензема, у нас есть команда деген сияқты ғой. Защитада Габриэль, мысалы, лидер да. Магаляйс. Ортаңғы шепте Эдегор болған. Кеше травма болды, қатыса алған. Өдегор. Ол жайлы әңгіме көп. Айтамыз эфир барысында көп үшін істейді. Иә, Еспол Өдегор дейді ғой. Өдегор. андай ö деген жазылып тұрған өге ұқсағаннан кейін Негізі ұқсам емес ол. Норвег тілінде сол. Таза ö емес норвегтер, бірақ соған ö мен үннің ортасына бір әріпті айтады да. Ö мен үннің ортасында. Үннің ортасы, бірақ никак эй емес та ана жерде. Просто орыстар ең жақын эй деп ала сал. Өздеріне ондай алфавит жоқ. орысша таңдалады. Ладно. Сонымен Манчестер Ситиге өтейік, жайлап. Манчестер Ситиде сенімді жеңіске жетті, бірақ бұл жерде Эрли Холландқа. Монстр екен негізі. Монстр екен ол. Қанша нешеш? Барселона ойына ұқсас болды негізі ол да, иә. Бір қызылға салды. Осындай болып кетеді деп ойлаған жоқ. 11 гол уже. Жоқ, Барселона ұқсас ойын болып кетті дейін да. Қызылға қалды. Қарсыласы кейін 9-10 адаммен қорғанды Манчестер Ситиге қарсы. Манчестер Сити тоже 3-0 есебімен жеңді. 55 секундта гол кірді ғой. Грилиш па? Салып, Джек Грилиш ақтап жатыр ғой, қазір жайлап. Или сен әлі Мен күткендей нәрсе болған жоқ. Қанша Холланд аз берді ғой Холланд үшін да. Ол қандай нәтиже беріп жатты. Грилиш Астон Виллада басқа, Ситиде басқа. Астон Виллада ойыны жақсы еді. Просто Грилиштікі нормально, Пеп Гвардиола да айтып жатыр ғой, неважно оның голдары деген сияқты ше, ол командаға пайдасын тигізіп жатыр деп. Просто Холланд сияқты сразу жарқ ете қалған жоқ та біз күткендей. Пеп Гвардиоланың өмірі жақтай ма? Пресс-конференция басталайын айтқан кезде Холланд туралы сұрамаңдаршы бірінші дейді ғой. Бәрі Холланд надоелін жауып жүрген андай өзі де Пеп Гвардиоладың бір любимчик жасағысы келмейді ешқайсысын, командный дух дейді ғой. Қайта керісінше Холланд емес, Грилиш мықты ойнады, Бернардо Силва жақсы ойнады, Стоунс мықты гол соқты деп андай внимание жетіспейтін игроктерді кішкене бүйтіп айтып. Астон Виллада Грилишке ойнады ғой, команда Грилишке ойнады. Уоткинс болсын, не болсын, алға шығып кете беретін Грилиш. Несі Грилиш шабуылшы да болып ойнай алады негізі. Мына жақта мысалы Грилиш Қатардағы ойыншы. Командада артқа қайтуың керек, орын жабуың керек, неге қиын да. Үйлес алмай жүрген сияқты әлі. Бірақ бір жылдай болды ғой. Манчестер Сити 3-0 есебімен Вулверхэмптонды сенімді ұтты. Шынымен де сол Барселонаға ойынға қатты ұқсайды екен ғой. Бірақ Барселона қиналып гол соқты, мына жақта уже 55 секундта гол кірді. 3-0 есебімен Манчестер Сити ұтты. Арсенал бірінші орында, Сити екінші орында, ал Челси мен Ливерпуль арасындағы матч болған жоқ, әйтпесе біз сол ойыннан бастайтын едік. Тоттенхэм Лестер арасындағы ойын 6-2 есебімен аяқталды. Негізі бірінші таймнан кейін күтпеген нәтиже болды. Себебі 2-2 болып тұрған кезде түлкілер міне оянған осы шығар деп едік. Жоқ, содан кейін Сон Хын-миннің хэт-тригі болды. Жалпы 6-2 есебімен Тоттенхэм жеңіп кетті. Биыл Тоттенхэм чемпиондыққа таласа ма ес бұл? Чемпиондыққа таласады, бірақ 3-ші орында аяқтайтын сияқты, менің ойымша. 2-ші. 2-де нақты айта алмаймын. Арсеналда мүмкіндік бар, бірақ Сити чемпион болатын сияқты, менің ойымша. Арсенал 4-ке кірмейді қазір. Өйтіп айтқан жоқ қой. Өйтіп айтқан жоқ. Былтыр 4-ке кірмеді. Былтыр кірген жоқ. Көрдің ба сен сөздерін қалай мысалы? Қатып қалған 3-ші орында аяқтайтын сияқты Тоттенхэм. Қатып қалған. Өткен жыл ма? Жоқ, биыл. Биыл. Келесі жылда. Неше Лестерге не болып кетті? Ондай бейшара болды. Брендан Роджерс менің ойымша андай беретін нәрсесі бар ғой, команданың таусылған сияқты. Өткен сезон аяғында да шайып атты ғой команда. Ресурсы бітіп қалды шынымен. Иә, кім қайсы Челси ма, біреу қызығып еді осы Брендан Роджерске өткен жылы. Иә, былтыр қызықты. Сосын ана 2 рет қатарынан Роджерске кету керек сияқты. Қатарынан 2 рет 4-ші орынға ілігейін деп іліге алмай қалған. Роджерс сезонның басында 4-те ма жүрді ғой, Лестер. Екінші орында жүрді ма, нәрсе болды. Өткен сезонда ше. Иә, өткен сезон. Роджерстан басқа біреу келсе де ол чемпионшиптен құтқармайтын сияқты, ана құраммен қарасаң ше барлығын сатып жіберді ғой. Бір ойыншы келген жоқ Лестерге ше. Барлығын сатқан жоқ қой. Каспер Шмейхелді сатты, Фофананы сатты. Мен болды. Костяк бар ғой, өткен сезондағыдай. Жоқ, негізі көп Мэдисон қалды, Тилеманс қалды. Бір андай улучшение. Тилеманс Челсиға кетуі мүмкін еді. Қалған ойын, мысалы Ноттингем Форестке қарайсың қанша трансфер жасап жатыр. Мүлдем трансфер. Былай айтып жатқанда новый игроктар керек. Иә, күшейткен жоқ қой. 2 игрок қана. Иә, трансфер жағынан сылбыр болды. Бірақ все-таки енді Роджерсте таусылған сияқты менің ойымша. Селтикте де бұрын сондай еді ғой, қай Селтикте 3 жылдай ма баптады ғой, Астанамен ойнап жүрген кездер. 2 сезон нормально өтті, 3-шісінде шамалы. Ливерпульмен де сондай болды. Иә, Рейнджерспен талас кезінде спат бола бастады, кетіп қалды да во время сол уақытта. Иә, Рейнджерс озып сондай болатқан жер аттың кездер, иә.
сондай болып жатқан еді. Енді Лестер сол трансферлер дұрыс болмады, сосын биылдыққа сәл уже жігіттердің көңілде қалған шығар, қанша тырысып максимум көрсетіп 4-2 2 рет іле алмай қалды да, бұл психологически сынып қалды ма. Лестер жағдай қиын, Тоттенхэм бұны сәтті пайдаланып кетті, 6-2 есебімен жеңіске жетті. Ағылшын премьер лигасының матчтарын талдауды осымен тәмамдайық және жайлап Бундеслигада және Италия сериясында болған екі қызықты матчқа өтсек. Бавария Аугсбургтан жеңіліп қалды. Оған дейін 3 матч қатарынан тең ойнаған еді. УЕФА Чемпиондар лигасында Барселона ұтты демесек, Бавария жағдай тым қиындап бара жатқан сияқты. Не болды Нагельсманның жігіттеріне? Баварияда ма? Командалық кризис бар сияқты, ойындарын қарап отырсаң, Саненің өзін көп кінәлап жатыр қазір жанкүйерлер. Санен бекер алды деп қаншама сумма жұмсалды я. Мане ма? Сане. Сане деген игрокта бар ғой? Лерой Сане деген. Жоқ, Сане мықты ойнап жатыр. Кім айтып отыр оны? Жоқ, жанкүйерлер жазып отыр көбісі. Білмеймін. Кеше Аугсбургке қарсы ойында. Аугсбургке қарсы қарасаң. Бірақ жалпы осы маусымда қанша 10 ойын өтті уже. 10 ойын керемет ойнады. Жоқ, анда көбісі Робин сияқты пайдаланғысы келеді деп ше. Ортаға ойнап келе жатыр. Ортаға ойысып соққы жұмсайды деп. Бірақ ондай жасай алмай тұр. Жалпы бірақ жақсы бастаған, бірақ одан да артық күткен де жанкүйерлер ше, Санеден ше. Бавария Манені жамандай ма деп ойлап жатырмын мен. Мане қайта өте үмітті ақтамай жатыр жалпы. Баварияда ше. Левандовскийдің орнын мүлдем басаған жоқ. Шабуылшы ретінде, орталық шабуылшы ретінде. Гол аз. Орталық шабуылшы болмағаннан кейін басамай жатқан шығар. Иә, орталық шабуылшы емес қой өйткені, бір Левандовскийдің орнын басатын бір 9-дық Чупо-Мотинг ояқта. Чупо-Мотинг бірақ өлсе де негізі құрамнан шықпайтын ойыншы да негізі жалпы. Чупо-Мотинг деген андай қызық персонаж, ПСЖ-да да ойнады, міне Баварияда да ойнады. И өмір негізі құрамда шықпайды да, бірақ топ клубтарда жүреді. Шалкеде ойнап келді, Шалкеде әдемі ойнап жүрді ғой кезінде. Джокер ғой негізі, Джокер әдемі ойнайды негізі. Кім сияқты Ориги сияқты. Кризис бар ма сонда? Меніңше, кризис онда бар қалай Барселонаға қарсы 2-ден өлді? Барса өзі ғой реализацияны пайдаланбаған. Әйтпесе Педриде қандай мүмкіндік болды, кімдер болды, ойын көрдік қой. Левандовский қанша шанс болды. Неге тиді бағанаға тиді? Өздері жеңілді Барселона негізі. Бавариядан жеңілді деп айтқаннан гөрі. Бавариядан гөрі Барселонадан жеңілді деп. Статистиканы қарасаң. Бірақ Бавария чемпиондықтан айырылды, әлі өте ерте. Чемпиондық болады деген нақты айта беруге ғой, өйткені қарсылас жалпы көріп тұрған жоқпын бір. Мықты бір Боруссия. Баварияда қазір андай бұрынғыдай доминация жоқ бұл клубта. Басқа мысалы Италиядағыдай мысалы. Вердерде қазір өткенде Дортмундтан ұпай алып жүр мысалға. Италиядағыдай 4-5 мықты команда болса айтатын едім, ой, Баварияның жағдайы чемпиондыққа талсамайды. Унион Берлинге мүлдем сенбейсің ба? Мүлдем. Кім ол Унион Берлин деген? Фрайбургта бірінші орында команда ғой. Білемін, 17 ұпаймен бірінші орында тұр, бірақ кім жалпы кім? Унион Берлин кеше ғана жеңіліп қалды ғой конференция. Кеше шыққан команда ғой, былай айтып тұрсаң. Унион Берлин. Унион Берлин чемпиондық болады деп мүлдем айта алмаймын. Қарсыластық танытады деп айтамын. Негізі Бундеслигада кішкене спат бар байқайсың ба? Еурокубок. Просто Баварияда спат бар болды содан кейін. РБ Лейпцигті көресің, Элчада, потом Дортмундта да бар. Бұрынғыдай емес та. Осы қанша пандемиядан кейін жалғасып кетті ғой. Сол сөздің әдемі ойнады. Мысалы Дортмундта, Нисте, Холландтар бар кездер. Есесіне чуть-чуть спат бар. Италия А сериясы кішкене наоборот көтеріліп жатқан сияқты. Бундеслигадан А сериясы қызығырақ болып жатқан себебі топ клубтар. Не, бұрынғыдай 5-6 команда пайда болды, мықты кәдімгі. Ювентус қана деген тема жоқ та уже. Жалпы Милан мен Наполи ойына келетін болсақ, есеп 1-2. Наполи гол соқты. Бірінші топты Хвича, жалпы осы маусымның открытиясы дейді ғой. Біздің соққы және голда есімі ең көп аталып жүрген футболшы. Хвича пенальтиді әкеп берді, бар қарады, пенальти соқты. Кейін барып Жиру жауапты голын соқты, 1-1 болды. Соңында Наполи әйтеуір өйтіп жеңіп кетті. Бірақ негізі Милан жалпы жеңіліске лайықты болған жоқ. Тең нәтиже немесе Милан жеңу керек етін, жеңетін ойын еді. Миланның осы жеңіліссіз сериясы қанша болды? Біраз болды ғой. Пиолиның несінде. Бір 10. Сол тоқтап тұр ғой примерно. Тоқтап қалды, өз алаңында шығар сен айтқаның, өз Сан-Сирода. Білмеймін, Наполидің жол болып кетті бұл жолы. Енді соның арқасында жалпы чемпиондыққа талас өте қатты қызайындып тұр ғой. Наполи мықты қазір. Ювентус Монцадан ұтылып қалды 1-0. Ювентус вообще апырышып кетті. Оған дейін ничья ойнап жүрді. Поражение бар. Монца деген кім мысалы? Жалпы ше? Юнион Берлин қазір топ-5 чемпионатта сиренектар көтеріліп жатыр ғой. АПЛ-дан да не дейді. Сосын мына жақта Алегриді қолдаймыз деп жатыр да. Жоқ, Алегридің бұл именно осы Монцаға қарсы ойында Алегри дымға шық негізі ше. Өйткені Ди Мария жасы қанша келді? 35-ге келді. Любой поражение тренердің қатысы бар ғой. Не ғой, қызыл қағаз алып ойнап шығып кетті ғой. Жоқ, Ди Мария бас істемей не үшін қызыл қағаз алды? Мүлдем
болмайтын жерден қызыл қағаз қалып қалды. Просто команду подставил. Бағанағы Волверхэмптонның жоқ қызыл қағаз алып кім еді? Жоқ, Барселона Элчеде капитаны бар ғой, сол сияқты подставить етті. Верду. И 1-0 Монса 1 гол соғып алып, қорғаныста жатты болды. Не ойлайсың Италия сериясында? Саған қай команда қызық өзі? Мен Италияны бұрыннан көп қарамаймын негізі, бірақ енді кішкене бүйтіп обзорларын нелерін орталық матчтарды қарап тұрамыз ғой, миланский дербиларды. Италияда Интер по-любому доминация жасайтын сияқты биылда. Басы Милан кімдер бар? Ювентустан бір нәрсе айту қиын. Милан емес Интер екеуінің арасында болатын сияқты меніңше. Әр лигада саған осы командалардың ойыны қызық деп қайсысын айта аласың? Топ-5 Иә, АПЛда кім қызық? АПЛда маған Арсенал қызық осы маусымда. Бундеслигада Дортмунд, Италия сериясы Наполи, Францияда ПСЖ. ПСЖ ойнады. Сосын қайсы бізде қалған? Ла Лигада Барселона, Реал екеу. Атлетико Мадридті көріп тұрсың. Бетис сосын. Бетис. Атлетико ондай интерес қойылмайды. ПСЖ 1-0 есебімен ұтты. Лионға қарсы ойын. ПСЖ Лион матчы негізі андай. Соңғы чемпиондар, ең көп чемпионство алған командалардың таласы деген сияқты еді ғой. Лион ПСЖ-ға дейін Лионның гегемониясы болған да Францияда. Лионды бәрі жек көретін, денежный мешок деп. Содан кейін қазір енді ПСЖ екеуі таласты 1-0 есебімен. 2000 қайсы 11 ма 2010 ба қай жылдан басталды шейхтар келіп 2011-ден басталды ғой примерно. Оған дейін Лион еді, оның алдында Сент-Этьен еді. Марсель болды оған. Марсельдер де біраз мықты болған кезінде. Такси деген кинода Марсельге Марсель ғой. Қазір такси түсіретін болса, онда ПСЖ деп тұратын еді, и ана жақта кім? Мбаппенің суреті. Әдемі ойнап жүр негізі. Кімді? Үшеу. Мбаппе. Лионель Месси гол соқты өзінің стилінде. Негізі өткен жылы аша алмады осы кім? Почеттино ше. Гальтье әдемі ойнап жатыр да. Почеттино андай ғой, бір нәрсе айтады, оны тыңдамаса қойшы деп ренжіп қала ма? Ана үшеуінің арасында не бар ғой? Араздық бар ғой? Араздық бар. Мбаппе мәселесі Неймардың арасында. Мықтылардың арасында. Бірақ соның өзінде команда ойнап жүр да, екеуі. Татуласса қалай болатын? Мықты негізі. Татуласса жаман ойнап қойған екен. Расслабиться. Татуласса наоборот мықты ойнайтын сияқты. 1-0 есебімен ПСЖ ұтты Лионда, Месси соққан гол жалғыз болды. Одан кейін Серхио Рамос гол соққан еді, бірақ ол есепке алынбады. Офсайд болды ол жақта. Сөйтіп бүкіл қызықты ойындарға тоқталдық деп айтамыз. Енді алда ұлттық құраманың матчтары, есбол бір ұлттық құрамаға қолдау, сәттілік тілеп қойсақ осы жерде. Ұлттық құрама тыңдап отыр қазір. Ұлттық құрама міндетті түрде жеңу керек. Тарихта мынандай керемет жағдай болған деп тұр бізде, егер жеңсек. Стековой ойнауға мүмкіндік бар да. Сондықтан Беларусияны қалай да болса жеңу, Беларусьті қалай да болса жеңу керек. Әзербайжандар енді Словакиядан ұпай алады шығар деп үміттенеміз. Болмай жатқанның өзінде ше. Ниче болған өзінде біз шығамыз ғой, ана ше. Бірақ оған қарамай біз жеңуіміз керек. Тарихқа өзгеріс жасайтын уақыт болады да. Сәттілік жігіттерге біз. Мүмкіндік бар кезде соны пайдаланып қалайық. Бейсенбі күні болады матч. Қай жер Грузия мен Солтүстік Македония ойнады ғой, қай жылдары осы лига нәтижесі. Біздің группадан шыққан уақытта, сондай 3 жыл бұрын. Сондай нәрсе. Солтүстік Македонияның қай жерімізге? Олар мысалы қараңдар, Солтүстік Македония оңтүстік жоқ, батыс жоқ, шығыс жоқ, ол солтүстік Македония ұтып жатыр да. Біз бүкіл Қазақстан болып ұтуымыз керек қой. Тек Петропавл емес қой мысалы, иә. Солтүстік Македония Петропавл қарсы қойып отқан жоқ, сондай Шымкенттің жігіттері бар ғой. Иә, сол ғой. Қай жерімізге? Батыс бар дейсің ғой. Тарихта біз ешқашан Евроға бұндай жақын болмағанбыз. Оны қоя берші, солтүстік Македонияда тек солтүстік Македонияны ойнайды ғой. Бізге Украинаның да азаматтары ойнайды ғой мысалы. Ол да бар. Әзербайжан бар, кім? Астан Әзербайжан беді. Негізі Шымкенттікі ғой? Жоқ, ұлтын айтам. Иә, ұлты Әзербайжан. Сол жайлы көп сұрайды негізі көбісі. Күрд па, түрік па деп. Қазақстандық бастысы. Бастысы қазақ қой, Қазақстан. Мен өзбек деп ойлап жүрдім, ондай емес па? Шымкент жақта. Әзербайжан білесіз өзбектер көп қой. Комментарий жазып кетсіңдер, ұлт кім екенін білсеңдер, иә. Сергей Малый, Дмитро Непогодов дегендерді айтып жатқанмын ғой мен. Дмитро. Қазақстанда туғандардың бәрі қазақ қой. Сонымен ұлттық құрамаға сәттілік тілейміз. Бейсенбі күні матчтан кейін түсірілім болады. Құдай қаласа қонаққа біз Есей ағаны шақыруды ниеттеніп отырмыз. Құдай қаласа Есей аға келеді. Есбол келіп біз мәз болып отырмыз. Рахмет Есбол. Иә, сол уақыт болмай алып бір нәрсе болып әйтеуір келдік қой түбінде. Алда қандай жоспар сенде? Келеміз бұйырса. Тек футбол шығып тұра ма, құдай қаласа? Шығып тұрады бұйырса. Алда Есболдың қандай матч жүргізетіндігін Есболдың Instagram парақшасына тіркеліп біле аласыздар. Сілтемеде біз міндетті түрде қалдырып кетеміз, және тек футбол YouTube арнасына. Тек футбол YouTube арнасына міндетті түрде қосылыңыздар. Оның да сілтемесін қалдырамыз. Есбол, көп рахмет. Кеп тұр, құдай қаласа соққыға енді үзбей біздің жиі қонағымыз боласың деп сенеміз. Рахмет Есбол. Рахмет. Ассалаумағалейкум.
Рахмет. Do you stop pulling? Do you stop pulling?